Баршаңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, қыста рахаттанып жейтін лечо салатын дайындайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Керекті жерлерін ұмытып қалмас үшін өткізбей соңына дейін қараңыздар. Комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыз. Бізге қажет заттардың барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Бұлай дайындап алуымыздың себебі барлығы дайын тұрса қобалжымай бірінен кейін бірін салып тез пісіріп аламыз. Ең алдымен помидорды блендердан өткізіп алуымыз керек. Блендер немесе мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Менде мясорубка жоқ, блендер болғандықтан блендердан осылай барлығын өткізіп аламыз. Бізге қажетті керек болған массаларды астына описание бөліміне және комментарий бөліміне жазып кетемін. Сол жерден қарап, мөлшерін дұрыстап алыңыздар. Менде 4 кг помидор, 2 кг болгарский қостым. Осылай керек емес жерлерін алып тастап, блендердан өткізіңіздер. Барлығын бірден өткізіп тастамаңыздар. Содан кейін болгарскийді осылай турап алыңыздар, немесе блендердан өткізіп алсаңыздар да болады. Мен блендерден өткізгенді жөн көрдім. Негізі лечо салатына болгарскийді турап салады, бірақ мен осылай блендерден өткізгенді жөн көрдім. Осылай маған ұнады, бірақ сіздер турап салсаңыздар да болады. Содан кейін сәбізді осылай турап аламыз, немесе теркадан өткізсеңіздер де болады. Менде теркам сынып қалып еді, сол үшін мен осылай қолда барлығын турап алдым. Ешқандай өзгеріс болмайды, турасаңыз да теркадан өткізсеңіз де бәрібір. Содан кейін сарымсақ, пияз ұсақтап турап аламыз. Қажетті укроп, петрушкамызды да жақсылап ұсақтап турап барлығын дайындап аламыз. Содан кейін бір бас пиязды, осылай үлкен бір бас пиязды турап, кубиктеп майдалап турап алыңыздар. Біз ең алғашына осы пиязды салып қуыратын боламыз. Содан кейін 2 ашы бұрыш, осындай кішкентай ашы бұрыш. Міне барлық заттарымды дайындап алдым. Бұрыш, лавровый лист, чеснок барлығын майдаға дейін өлшеп құйып дайындап алыңыздар. Сол кезде бірінен кейін бірін салып, уақыттарыңызды үнемдеп тез дайындап аласыздар. Ал мұнда менде жуып алдын ала дайындап қойылған банкалар, бірақ біз бұл банкаларды қазір банка жабатын кезде суға пар жасап, булап, ішін стерильдеп кейін жабамыз. Мұнда менде 10 литрлік қазан, осы қазанды қыздырып, өлшеп алған майымызды құямыз да, пиязымызды салып қуырып бастаймыз. Пиязды 3-4 минут көлемде қуырып алғаннан кейін артынан болгарскийді салып тағы да қуыратын боламыз. 2 араласпаны жақсылап қуырып араластырып алуымыз керек. Содан кейін турап алған сәбізімізді салып, тағы да бір жақсылап араластырамыз да, бір 10 минут көлеміне қалдырып қайнатамыз. 10 минут қайнатып болғаннан кейін дайын тұрған помидорымызды салып, тағы да бір жақсылап араластырып алуымыз керек. Және бұл арада біз ашы бұрышымызды да салып, бірге араластырып жібереміз. Содан кейін 3 ас қасық тұз және 3 ас қасық қант саламыз. Дәл сол қант және тұз салған видеоға түспей қалыпты. Міндетті түрде салыңыздар, және 70% осындай уксустан 2 ас қасық салып, жақсылап араластырып жіберіңіздер. Дәл 20 минуттан кейін осындай лавр листін саламыз және домалақ бұрыштарды салып жүреміз, осындай бүтіндерін. Содан кейін турап алған чесногымызды саламыз. Турап алған укроп, петрушкамыздың барлығын салып жүреміз да, тағы да бір 3-5 минут көлемде қайнатып, содан кейін дайын болған лечо салатымызды жабуға кірісеміз. Содан кейін банкаларды стерильдеу үшін ана жерге мен тостақ қойып қойдым. Сол тостақтың үстіне шолпыны қойып, соның үстіне стерильдеп, бағырлап, содан кейін жабамыз.
банканың қақпақтарында осылай қайнаған суға бір стерилдеп алуымыз керек. Одан кейін 5 минут көлемінде парланған стерилденген банкаға лечо салатымызды құйып бастаймыз. Стерилденген қақпағымызды жауып, осылай закрывашкаменен банкаларымызды жауып бастаймыз. Дәл осылай менде закрывашка, бұрап жабылатын закрывашка. Банка жабылған кезде осылай закрывашкамыз айналмай қалады, қатып қалады. Сол кезде біздің банкамыз жабылды деген сөз. Қалған икраларды да барлығын ыдыстарға жайғастырып жауып аламыз. Қысқа осылай дайындалайық, қыздар. Сіз өз өңіріңізде лечо салатын қалай дайындайсыз, комментарийге жаза кетіңіздер. Өз пікірлеріңізді бөлісе кетіңіздер. Міндетті түрде оқып жауап беремін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.